Күздің қара суық кешеді. Ауыл үстін қою тұман басқан. Аспан да біртүрлі ауыр, жел де баяу соғады. Ескі үйдің ішінен ғана әлсіз жарық көрінеді. Сол үйдің төргі бөлмесінде 60-тан асқан Зейнеп әже төсекте жатыр. Тынысы ауыр. Жанына ұлы Азамат отырған. Бірнеше күннен бері көз ілмеген, дәрігерлер кеткен, туыстар үнсіз. Бәрі бір нәрсені сезіп отырғандай. Зейнеп әже әлсіз ғана. Азамат, бері келші, деді. Ұлы жақындай түсті. Әжесі төсектің астынан ескі қоңыр сөмкені шығарды. Шеттері тозған, құлпы бар. Оны ұлының қолына ұстатты. Балам, осыны ал. Не бар ішінде? Әжесі бірден жауап бермеді. Көзінен жас сырғып кетті. Не болса да, 40 күн ашпа. Азамат аң-таң. Неге? Уақыты келгенде өзің түсінесің. Мама, қорқытып тұрсыз ғой. Зейнеп әже ұлының қолын қатты қысты. Уәде бер. Жарайды. Ант ет. Азамат ауыр күрсінді. Ант етемін. Зейнеп әже көзіне ұзақ қарады. Сосын жай ғана. Кешір мені, балам, деді. Осы сөзден кейін бөлмеде тыныштық орнады. Тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Таң ата ауылға қаралы хабар тарады. Зейнеп әже қайтыс болды. Үйге адам толды. Жылаған дауыстар, Құран оқылған үн, көрші көлем, ауыл адамдары. Бірақ Азамат ештеңе сезбей отырғандай, көзі бос, қолында әлгі сөмке. Бәрі соған қарай береді. Тіпті жеңгесі Күләй, ішінде ақша шығар, деп сыбырлады. Азамат үндемеді. Кешке қарай бәрі тарай бастады. Тек туыстары қалды. Сонда ағасы Нұрлан. Ашып қарамайсың ба? Жоқ. Неге? Анам ашпа деді. Нұрлан күліп жіберді. Өлген адамдікі орындала бере ме? Осы сөз Азаматқа ауыр тиді. Ағатай, ондай айтпаңыз. Нұрлан иығын қиқаң еткізді. Мүмкін үйдің документі шығар. Қарыз қағазы шығар. Алтын шығар. Бөлмедегілер де қызыға бастады. Бірақ Азамат сөмкені құшақтап отырып алды. Сол түні ол анасының бөлмесінде жалғыз қалды. Төсектің иісі әлі кетпеген. Қабырғада ескі суреттер, балалық шағы, әкесінің бейнесі, анасының күлкісі. Ол сөмкеге ұзақ қарады. Не бар ішінде? Бірақ уәдесін есіне түсірді. Сөйтіп шкафтың ең жоғарғы жағына тығып қойды. Бірақ дәл сол сәттен бастап оның өмірі өзгере бастады. Азамат қалада такси айдайтын. Несие көп, жұмыс тұрақсыз. Анасының еміне алған қарыздары тағы бар. Телефон күнде шырылдайды. Қашан төлейсіз? Соңғы ескерту. Сотқа береміз. Ол шашады. Бір күні банктен соңғы хабар келді. Егер бір аптада ақша төленбесе, көлік алынады. Көлік кетсе, жұмыс та бітеді. Сол түні шкафтағы сөмкеге қайта қарады. Мүмкін ақша бар шығар. Қолы созылды. Бірақ анасының даусы құлағында тұрғандай. 40 күн ашпа. Азамат қолын тартып алды. Бірақ адам қиналған сайын шайтан күшейеді екен. Келесі күні жеңгесі тағы келді. Ашып қарадың ба? Жоқ. Сен де біртүрлісің. Ішінде байлық жатса ше? Анам ашпа деді. Өлген адам бәрібір білмейді ғой. Осы сөзден кейін Азамат ашуланып кетті. Жетеді! Үй іші тынышталып қалды. Бірақ ішінде дауы басталып кеткен еді. Сол түні ол ұйықтай алмады. Сағат түнгі 3. Жаңбыр жауып тұр. Ол ас үйге шықты, су ішті. Кенет жарық сөніп қалды. Үй қараңғы. Тек анасының бөлмесінен әлсіз дыбыс естілгендей болды. Азамат селк етті. Баяу есікті ашты. Ешкім жоқ. Бірақ шкафтың есігі ашық тұр. Ал сөмке төменде жатыр. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Мүмкін өзім дұрыс шаппаған шығармын. Ол сөмкені көтеріп алды.
Құлыпқа қарады. Сол сәтте көз алдына анасының соңғы жанары елестеді. «Уәде бер». Азамат көзін жұмды. «Сабыр», деп сыбырлады. Сосын қайта орнына қойды. Бірақ ертеңінде оны одан да ауыр сынақ күтіп тұрған еді. Ескі досы Руслан хабарласты. «Брат, ақша керек пе? Қайдан білдің? Елдің бәрі айтып жүр. Не жұмыс? Бірақ түнде қарызым жабылады». Азамат күмәнданды. «Не істеу керек?» Руслан даусын бәсеңдетті. «1 пакетті жеткізесің». Азамат бірден түсінді. «Жоқ, қорқақ болма. Мен ондайға бармаймын. Онда көлігіңнен айырыласың». Телефон өшті. Азамат қабырғаға қарап ұзақ отырды. Өмір кейде адамды бұрышқа тірейді екен. Сонда кім екенің белгілі болады. Уақыт өте берді. 20 күн өтті. Қарыз көбейді, тамақ азайды. Тіпті үйде ұн ғана қалған күндер болды. Бір күні кішкентай қызы Медина: «Әке, біз кедейміз бе?» деп сұрады. Ол жауап бере алмады. Қызы қайта: «Әже болса бәрі жақсы болушы еді», деді. Осы сөз жүрегіне қадалды. Түнде Азамат жылап шықты. Ер адам ешкімге білдірмей жылайды екен. 30-шы күні күтпеген адам келді. Қарт пошташы. «Саған анан қалдырып кеткен хат бар». Азамат таң қалды. Хатты ашты. Ішінде бір ғана сөйлем. «Балам, сабыр еткен адам еш қашан ұтылмайды. Астында сөмкені әлі ашпа». Ол дір ете қалды. Анам бәрін сезген бе? Соңғы күндер өте ауыр өтті. Коллекторлар үйге келді, көлігін алып кететін болды. Ағасы ұрысты. Туыстар сырт айналды. Бірақ Азамат сөмкені ашпады. Тек күн санап жүрді. 35, 36, 37, 38, 39. Соңғы түні ол анасының суретінің алдында ұзақ отырды. «Мама, ішінде не бар?» деп сыбырлады. Көзінен жас ақты. Таң атты. 40 күн. Үй іші тыныш. Азамат қолы дірілдеп шкафқа жақшындады. Сөмкені алды. Құлыпты ашты. Ішінен ақша шықпады. Алтын да жоқ. Тек ескі орамал, әкесінің сағаты және қалың хат. Азамат хатты ашты. «Балам, егер сен осы хатты оқып отырсаң, сен жеңдің. Мен бұл өмірде сағаған байлық қалдыра алмадым. Бірақ сенім жүрегіңді сақтап қалғым келді. Себебі адам қиналғанда өзгереді. Ақша үшін арам жолға түседі. Адамдарды сатып кетеді, өзін жоғалтады. Мен сенің қандай адам болатыныңды білгім келді. Сондықтан осы сынақты қалдырдым. Егер сен 40 күн шыдасаң, сенім жүрегің әлі таза. Мен сен үшін қорықтым, балам. Себебі әкең де кезінде ақша үшін өзін жоғалтқан. Соңында қатты өкінген. Мен сенің оған ұқсағаныңды қаламадым». Азамат оқып отырып өксіп жылады. Хаттың соңында: «Сенің ең үлкен байлығың адалдығың. Оны ешқашан жоғалтпа», деп жазылған. Сөмкенің түбінде тағы бір кішкентай конверт жатты. Ішінде үйдің документі. Зейнеп әже үйді баяғыда Азаматтың атына жазып қойған екен. Артында бір сөйлем. Енді бұл үйде тек адал адам тұруы керек. 1 жылдан кейін Азамат өмірін қайта бастады. Байып кеткен жоқ, бірақ жүрегі тыныш еді. Адал еңбек етті, қызы жанында, үйі өзінде. Бір күні Медина: «Әке, әжем сені жақсы көрді ме?» деп сұрады. Азамат күлімсіреп: «Өте қатты», деді. «Қайдан білдің?» Ол көзін көкке көтерді. «Себебі ол маған өмірдегі ең үлкен байлықты қалдырды». «Қандай?» Азамат қызын құшағына қысты. «Адам болып қалуды». 40 күннен кейінгі өмір Азаматқа басқаша көріне бастады. Бұрын байқамаған нәрселерді енді сезеді. Таңға ауаның иісін, қызының күлкісін, үй ішіндегі тыныштықты, анасының жоқтығын. Бірақ хатпен бірге шыққан әкесінің ескі сағаты мазасын ала берді.
Кәдімгі ескі қол сағат. Тот басқан, жүрмейді. Бірақ анасы оны неге сақтады? Неге сөмкенің ішіне салды? Бір түні Азамат сағатты ұзақ қарап отырды. Артқы жағында ұсақ жазу бар екен. Кеш болмай тұрғанда. Ол таңырқап қалды. Бұл нені білдіреді? Келесі күні сағатты жөндейтін шеберге апарды. Шебер қарт кісі екен. Сағатқа бір қарады да көзі үлкейіп кетті. Мұны қайдан алдың? Әкемнен қалған. Әкеңнің аты кім? Ерлан. Қарт үнсіз қалды. Сен Ерланның баласысың ба? Азамат таң қалды. Сіз әкемді танисыз ба? Қарт ауыр күрсінді. Таныдым. Бөлмеші бірден ауырланып кеткендей болды. Әкем бір кезде менің ең жақын досым еді. Азаматтың жүрегі біртүрлі соқты. Өйткені анасы әкесі туралы көп айтпайтын, тек қателігі көп адам болды, деуші еді. Қарт сағатты ақырын ашты. Ішінен бүктелген кішкентай қағаз шықты. Азаматтың демі тоқтап қалғандай болды. Бұл не? Қарт қағазды оған берді. Қағазда бір мекен-жай жазылған, және бір ғана сөз. Кешір. Сол түні Азамат ұйықтай алмады. Әкесінің жұмбағы көбейіп барады. Ол кішкентайында әкесі кенет жоғалып кеткен. Бір күні үйден шығып кетіп, қайта оралмаған. Анасы ешқашан жамандамайтын, бірақ мақтамайтын да. Тек үнсіз қалатын. Таңертең Азамат қағаздағы мекен-жайға баруға шешім қабылдады. Қала шетіндегі ескі аудан, тар көше, тозған үйлер. Көрсетілген мекен-жайға жетті. Ескі үй, қақпасы қисайған. Есікті баяу қақты. Біраздан кейін есікті жасы 70-тен асқан әйел ашты. Азамат өзін таныстырғанда әйелдің көзіне жас келді. Сен Ерланның ұлысың ба? Иә. Әйел орындыққа отыра кетті. Құдай-ау, сіз әкемді танисыз ба? Әйел жылап жіберді. Сенің әкен менің ұлымды құтқарып қалған? Азамат аң-таң. Қалай? Сонда әйел баяу әңгімені бастады. Көп жыл бұрын оның ұлы ауыр қарызға кіріп кеткен. Қылмыстық адамдар іздеп жүрген. Бір түні өлтірмек болған. Сол кезде Ерлан араша түскен. Өз ақшасын беріп, әлгі жігітті құтқарып қалған. Бірақ содан кейін өзі үлкен қарызға батып кеткен екен. Сол қарыз оның өмірін құртқан. Азамат үнсіз тыңдап отыр. Сенің әкең жаман адам емес еді, балам. Онда неге бізді тастап кетті? Әйел көз жасын сүртті. Себебі ол өзін кешіре алмады. Үйге келген соң Азамат анасының ескі сандығын ақтара бастады. Бұрын ашып көрмеген, ішінен сарғайған суреттер шықты. Әкесі мен анасы жас кездерінде күліп тұр, бақытты. Тағы бір хат шықты. Бұл жолы анасының жазуы. Азамат, егер сен бұл хатты оқысаң, демек әкең туралы шындықты іздей бастадың. Мен сенен бір нәрсені жасырдым. Себебі сенің әкеңді жек көріп өскеніңді қаламадым. Я, ол қателесті. Бірақ ол жаман адам емес еді. Ол өзін құрбан етті. Соңғы күндерінде бізден алыстауының себебі бізге қауіп төнбесін деді. Қарыз берген адамдар бізге де келетін болды. Сондықтан үнсіз кетіп қалды. Ол кететін түні маған, балам, мені жек көрмесе екен, деп жылады. Азаматтың қолы дірілдеп кетті. Өмір бойы әкесін тастап кеткен адам деп ойлап келген. Ал шындық мүлде басқа екен. Кешке Азамат сыртта жалғыз отырды. Көктемнің желі соғып тұр. Ол анасының соңғы аманатын ойлады. Егер сол сөмкені ерте ашқанда ше, мүмкін арам жолға түсетін еді. Мүмкін өзін жоғалтатын еді. Сол кезде қызы Медина жүгіріп шықты. Әке! Я, қызым. Сен неге жылап отырсың? Азамат күліп жіберді. Білмеймін. Қызы қасына отырып. Әжем айтатын, жақсы адамдар да жылайды деп. Осы сөз оны толық сындырды. Ол қызын құшақтап ұзақ отырды. Өйткені дәл сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Адамды байтатын ақша емес, оны құтқаратын отбасының махаббаты екен. Бір күні Азаматқа бейтаныс нөмерден қоңырау келді. Сіз Ерланның ұлысыз ба? Жүрегі зу етті. Я,
Сізге бір адам хат қалдырып кеткен. Қандай адам? Арғы жақ үнсіз қалды. Әкеңіз. Азамат орнынан тұрып кетті. Не дейсіз? Ол бірнеше жыл бұрын қайтыс болды. Әлем тоқтап қалғандай болды. Бірақ өлер алдында сізге хат қалдырды. Азаматтың көзіне жас келді. Қайда келейін? Келесі күні ол шағын мешітке барды. Имам ескі конверт әкелді. Сарғайған, шеттері тозған, үстінде ұлыма деп жазылыпты. Азамат дірілдеген қолымен ашты. Балам, мен сені өмір бойы сырттай бақыладым. Сенің мектепке барғаныңды да көрдім. Үйленгеніңді де білдім. Бірақ жанына келе алмадым. Себебі менің қателігім сендерге зиян әкелді. Мен сені жақсы көрдім, балам. Өте қатты. Бірақ әкелік махаббатымды көрсете алмадым. Егер бір күні мені түсінсең, мені кешір. Хаттың үстіне жас тамып кетті. Азамат алғаш рет «Әке» деп сыбырлады. Көп жылдан кейін алғаш рет. Әңгіме ұнаса, каналға жазылып пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау.